Өткен шығарылымның астында сіздер форсажға шолу керек дедіңдер, ал қабыл алыңыздар, бұл Миратрикс, біз бастаймыз. 10-шы форсажды көру үшін 5-ші бөлімін еске түсіру керек. Өйткені 10-шы бөлімнің антагонисті сол 5-ші бөлімдегі зұлымдық көзінің баласы, есімі Данте. Оны Джейсон Момоа ойнайды. Сол Данте фильмнің ең үлкен плюстарының бірі. Әсіресе фильмнің екінші жартысында. Бірінші жартысында қарапайым антагонист болады да, сосын Джек Воробейдің Харли Квинннан туған баласына айналып кетеді. Бірақ тамашалағанға өте қызық. Әсіресе Момоа мен Дизельдің бір-біріне соншалықты ұқсамайтыны ерекше көрсетілген. Екеуі бір-бірінің кәдімгідей антонимі. Бірден айтайын, бұл бөлімде уақыт кері айналмайды, динозаврлар болмайды, жалпы форсажға жаңалық алып келетін фишкалар жоқ. Дегенмен бұдан фильм жаман болған жоқ. Негізі бұл фильмнің структурасы шексіздік соғысына, яғни Война бесконечности фильміне қатты ұқсайды. Кейіпкерлер бөлініп кеткен, әркімнің өз проблемасы бар, соны шешумен жүр барлығы. Бірақ кек алушыларда нақты бір нүкте бар. Таныс әлемнің жартысын қырып шығады. Ал форсаж ресми түрде сериалға айналды. 10-шы форсаж клиффхенгермен, яғни сюжеттік бұрылыспен бітеді. Яғни бір сөзбен айтқанда 10-шы форсаж 11-ші форсаждың 2 сағатқа созылған трейлері десек болады. Оған қоса Үндістанда түсірілген трейлері. Өйткені Дантені 5-ші форсаждың сюжетіне тыға салды кәдімгідей. Содан соң фильмде бір сатқын болады, сол сатқынды да тура сол сахнаға қайттан тыға салды. Бір әзіл сияқты көрінеді, рас айтайын. Гравитация мен физика былай тұрсын сюжетке серьезно қарағанды қойды бұлар. Мұның бір жаман жері, фильмде бірнеше күтпеген өлімдер бар. Бірақ фильмнің несерьезнылығы соншалықты өлімдерге түк жаның ашмайды. Өзінің несерьезный екенін өздері де түсініп тұр кейіпкерлер. Бірнеше рет әзілдеп қоятыны бар сол тақырыпта. Және бағана айтылып кеткен Данте да қайда түскенін біліп тұрған кейіпкер сияқты. Кейіпкерлер демекші, кейіпкерлер тым көп, және де оларға тағы 3 адам қосылады. Бұлардың барлығын қайда тығатыны түсініксіз, олармен не болады ертең, не үшін керек олар, сондай сұрақтар туындайды. Тағы бір минус, өткенде де соны айтып кеткен болғам, ол дубляж. Вин Дизельдің кейіпкерін дубляждайтын актер Торетто болуға тырысады кәдімгідей, қатты тырысады. Көрініп тұрғандай сөйлегендері. Ал Джон Сина мен Стэтхэмнің дауыстары кейіпкерлеріне мүлдем жараспайды. Оны Қазақстанда емес, Грузияда жасапты. Грузияда да тура біздікіндей проблема тәжірибенің жетіспеуі. Дауни мен Киану Ривзді камео ретінде күтіп отырғандар, шағын спойлер, оларды фильмде таба алмайсыздар. Дегенмен 2 таңғалдыратын камео бар. Бірі титрдің алдында, бірі титрдан кейін. Және бұл марқұм Пол Уокердің камеосы емес, бірден айтып қояйын. Тағы бір байқалатын зат, Вин Дизель қартайды, көрініп ақ тұр. Дегенмен тағы бір 2 бөлімге түсетін шамасы бар көрінеді. Өйткені жоғарыда айтқандай 10-шы форсажда нүкте жоқ, керісінше 2 рет үтір қойған сияқты. Жаңалықтарға назар аударсақ, 10-шы фильмнен кейін тағы 2 бөлім шығады, сосын спин-оффтар басталады деген ақпарат бар. Яғни 22 жылға созылған форсаж 30 жылдығында атап өтетіні ғажап емес негізі. Сондықтан ештеңені уайымдамай, бүкіл достарыңызды жинап, форсажға барыңызды, күліп қайтыңыз. Бір ретке болатын кино негізі. Сосын каналға жазыла кетіңдер, ең болмаса 400-ге жетейік. Көріскенше.